Мен 103 жалпы орта білім беретін мектептің 9-ғы сынып оқушысы Нұрмахамбет Қасиет Асылбек қызы. Менің жетекшім Сабырқұлова Жанар Сәрсемек қызы. Менің қорғайтын тақырыбым ағылшын тілі сабағында актіні қолданудың тиімділігі. Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру қажет. Акт сабақта қолдану мақсаты оқушылардың ақпаратпен жұмыс жасау іскерлігін қалыптастыру, коммуникативтік қабілеттерін, ақыл-ойын, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, ағылшын тілін үйренуге деген мотивацияларын арттыру, тілдік құзыреттіліктерін дамыту, алған білімдерін практикалық іс-әрекетте қолдануға үйрету. Елімізде өркениетті елдер қатарына ұмтылуына байланысты қазіргі кезде білім ең басты мәселе болып отыр. Сондықтан бұл білімге берудің әлемдік деңгейіне сай болуға білдіреді. Олардың ең бастылары білімнің әрбір адам тағдырындағы мәнділігін күшейту үшін оның дара тұлғаға бағытталуы. Қоғамдағы рухани құлдыраудан арылу үшін білімді ізгілендіру. Әр баланың білім алудағы өз қабілеті мен ынтасына сай туындаған сұранысқа қанағаттандыру үшін білім беруді саралауды күшейту. Көп нұсқалы білім алуға мүмкіндіктер жасау қажет. Акт сабақта қолданудан күтілетін нәтижелер. Бүгінгі цифрлық заманға бейімделген жан-жақты білімді жеке тұлға қалыптастыру, яғни оқушы құзыреттілігін қалыптастыруымыз қажет. Оқушылар электронды оқулықтармен және интернет желісімен жұмыс жасай алуы қажет. Оқушының білімі қысқа мерзімде бағаланады, орындаған жұмыстарының қателіктерін бірден көруге мүмкіншілік тудырады, интерактивті тақтамен еркін қолданады, ақпараттық мәдениетін дамытады, оқушылардың коммуникативтік қабілеттері дамиды, зерттеу дағдылары дамиды, оқушылардың пәнге деген қызығушылықтары артады және уақытты үнемді әрі нәтижелі пайдаланады. Ағылшын тілі сабағында акт пайдалану жолдары: компьютер, ноутбук, телевизор, лингофон қолдану, интерактивті тақтаны қолдау және ғаламтормен жұмыс жасау. Ағылшын тілі сабағында ғаламтор желісін пайдалану формалары мен үлгілері: онлайн режимде сабақтар өткізу, яғни видеоконференциялар, вебинарлар өткізу. Шетелдік сайттармен де жұмыс жасауға болады. Бұл орайда тәжірибе қолданылып жүрген қызықты сайттар тізімдерін көрсетуге жөн санады. Ағылшын тілін үйренуге арналған ойындар мен тапсырмалар, веб-сервистер, карточкалар арқылы тілді меңгеру сайттарында сынып оқушыларын олардың электронный почтасымен тіркеп, олармен оңай байланыста болуға көмектеседі. Яғни үй жұмыстарын беруге, аудио-видео материалдарды, хабарламалар жіберуге болады. Электрондық оқу құралдары: аудио кітаптармен жұмыс жасау. Электрондық оқу құралдары жаңа сабақты түсіндіру, тірек сызбалар, тақырыптық тапсырмалар, тақырыптық текст жұмыстары, логикалық тапсырмалар, жаттығу тапсырмалары секілді бірнеше сабақ элементтерін қамтитын кешенді электрондық жинақ. Ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы біз оқушының сабаққа деген қызығушылығы артады, уақытты тиімді және нәтижелі пайдаланады, тақырыптың терең меңгеруге көмектеседі, тақырып бойынша қосымша мағлұматтар табуға көмектеседі, акт арқылы шығармашылық қабілеттері артады, акт арқылы басқа модульдерді жүзеге асады. Біз өмір бойына жететін білім алу моделінен өмір бойы білім алып өту моделіне көшуге тиіспіз. Назарларыңызға рахмет.